Картоптың суын сығып, төгіп тастаймыз. Картопқа арналған осындай дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Және үстінен тұз қосамыз. Одан соң қызыл бұрыштан аздап себеміз. Жақсылап барлығын араластырып аламыз. Енді қамырымызды холодильниктен алып, 50-60 граммнан бөліп аламыз. Қамырымызды видеода көрсетіп жайып, тюльпан формасын жасаймыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды орналастырып шығамыз. Одан соң үстінен жақсылап жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Самсаларымызды қызып тұрған отта 180 градуста пісіріп аламыз. Песочный тюльпан самсамыз дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк баса кетіңіз.